Мен сондаймын, сүйсем егер, ғұмырлық сүйіп өтем, жұртқа менің жүрегім тұйық мекен, ала сарсам ешкімге ұқсамайтын, сезімім мен көңілді биіктетем. Менің бар болмысым өлеңімде де өлең. Қазақта өлең жазатын қыз көп, бірақ Фариза ерекше. Ол кісімен іші бауырына кіріп араласқан адам үлкен жүректің, үлкен жанашыр жүректің иесі екендігін түсінеді. Маған осындай кісіні Алла тағала анайтып бермесе, мен білмеймін қайда болатынын. Жалғыз жүрген қыз балаға көз алартатындар, жаңағы осы қайда бара жатыр, немене бұл деп кіржиіп қарайтындар, сондайлар болады ғой. Соларды басындырғым келмейді, оларды кіржиткім келмейді. Реті келсе, олар мен туралы бірдем айтса, оларды қайтарып тастағым келеді. Әлгі орыстар айтады, защитная броня деп. Сауыт сияқты ма, қорғанышым сияқты мінезім. Өтірікті, жалған сөйлегенді жағымпаздық ұнатпайды. Сол жағымпазданып тұрған адамды, өтірік айтып тұрған адамды бетін айтады. Қызға тән жаңағы ұяңдық, бір жасықтық, осының барлығы екінші орынға түсіп қалып, поэзияда ол кісі жаңағы ердің жүгін, нардың жүгін арқалаған бір адуынды ақын ретінде. Енді қысша келген Махамбет деп айтты әдебиетте ол кісіні. Осының бәрі тегін айтылған сөз емес деп ойлаймын. Ей адамзат, қара жерге күлеккен, қара орманды түлеткен, тыңда мені жүрекпен. Бала күнінде ауылда өскен, бұйығылау, сондай болатын. Жұртқа айтып тастау, бірдеме ету, бертін келе қалыптастым. Себебі, біреуді жақтырмасам, қараймын да, маған біртүрлі ішкі жан дүниеме үйлеспесе, басқаша адам болып елестейді, мен оны қабылдай алмаймын. 5 минуттан артық адамдармен сөйлесіп отыра алмайтын. Және жақтырмаған адам болса, соның қасына сәлемдеспей жүре беретін. Көргенсіздік қой ол. Менікі көргенсіздік ол. Дұрыс емес оның. Соны кейінгі кездерде түсініп жүрмін. Оның дұрыс емес екен. Егер сен сондай мықты адам болсаң, сол адамның саған қарай сенің түсінігіңді қоштауына, сенің деңгейіңе жетуге талпындыр оны. Жалпы Құранда мынандай бір сөз бар екен. Ақиқат айтылмаса адам адасады дейді. Ал біздерде ақиқатты айталатын адамдар аз. Соның ішінде өнер адамдар, соның ішінде сөз өнерімен айланысып жүрген адамдар, соның ішінде зиялы қауымдар. Ал ақиқатын айталатын батыр адамдар арагідік өте сирек. Осы тұрғысынан да мен ол кісіні мойындаймын. Мен не жасасам да өзімнің жасаған ісіме өкінбеймін деген сондай өзімнің принципім сол. Сондықтан мені жаңа бұл не, мен алғашан Мазасыз шақ деген менің кітабым шықты. Мазасыз шақ деген шағын ғана кітап. Ол менің 3-ші кітабым еді. Сонда ғана Оңғарсынованың қолтаңбасы сонда ғана білінді. Соны өткізбеді жаңағы баспаның бастығы, әдебиет баспасының бастығы Қадыр Мырзалиев ағамыз болатын. Соларда бірнеше жаңа оның қызметкерлері бар. Сол Сағи Жиенбаев деген ағамыз болды, өте мықты ақын олда. Солар менің Мазасыз шағымды жаңағы. Соның ішінде бір өлең бар еді. Жас қыздың атынан айтылады өлең. Екеуміз отырмыз, жаңа қасында жақсы көретін бала бар ғой, жігіт. Бүгін осы айналада бір сұлу сияқты керемет, бір жақсы күнде бір керемет нұрланып тұр, ерекше көк орай шалғын сондай. Мен енді өзімше кеткім келеді деп отырмын, бірақ сені жібермей қалса деп ойлап отырмын. Деген сияқты қыздың ойларымен басталады солай. Сосын ең соңында аяқтайды. Біздерге қарауға қымсынып, ай жатыр шалқасынан дейді. Ай соны айтады, ай неге шалқасынан жатыр? Жаңа кісілер талдап отыр ғой, бірнеше комиссияның мүшелері. Не қылған көргенсіздік. Қазақтың қызы бізге қарауға ыңғайсызданып,
ай шалқасынан жатыр деген сөз бола ма соны? Не деген масқара мынау? Сені яғни олар сау отырған жоқ, бірдеме білдіріп отыр деген сияқты. Дәл осы кезде Мұқағали кіріп келді даладан. Жаңағын тыңдады, жұрттың айтқанын тыңдады, жаңағы өлеңді оқығанды тыңдады. Ай Қадыр деп сөйледі. Кішкене аздап қызғындау екен. Ол кезде жұмыссыз жүрген кезі ғой деймін. Мен де оны көп танымаймын, бір рет қана көргем алдында. Мына қыз сендерді екеуіңді ұрады ертең деп сөйтеді. Оны қандай мақсатпен айтты білмеймін. Ештеңе деген жоқ. Кетіп қалды, тарс еткізіп жауып. Сонда жаңағы мен алғашқы кітабымның неге олай, неге бұлай деген сосын бұл не өзі, неге Алматыға келді, неге редактор болды, кімнің жақыны, кімнің жаңағы жақсы көретін адамы, тағы сол секілді неше түрлі нелерді бойлайды ғой адамдар енді. Алып қашпай, сондайлар да болды. Себебі жаңағы әлгі кішкентай газеттің кішкентай редакторлығына қызығып жүрген жігіттер көп екен. Осындай жағдайларды мен көп басымнан кешірдім. Мен оған қысылған жоқпын. Олай жазбаймын, ойбай сендер кешіріңдер деп айтқан жоқпын. Себебі қазақ әйелінің ішкі жан дүниесін бір адам жазу керек қой. Мен өзімнің сол алған бағытымнан таймай, өзімше мен жаза бердім, өзімнің сезімім ғой енді. Мен өзімнің сезімімді қалай біреу бірдеме айтты екен деп қалай өзгертемін. Біреуді жақсы көрсем мысалы. Біреуді жақсы көргеніме мен кінәлі емеспін ғой. Фариза апайдың жаны өте нәзік. Егер жан нәзік болмаса, өлең жазыла ма? Бұл кісінің мінезі сияқты өмірде басқаны қайталамайды, басқаға ұқсас емес. Тағдырды қолдан жасауға болмайды негізі. Өмір деген бір ағып жатқан бұлақ сияқты ғой, бір ағын сияқты ғой өмір деген. Соның бойында жаңа қандай кедергіге тап боласын, қандай қиындыққа, я болмаса бір жақсы өткелдерге тап боласын, солардың бәрі сенің ғана билігіңде емес ол. Фаризадан Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз деп басталатын 3 бет қағаз. Соның бір 2-3 шумағын оқығаннан кейін ойпырмай мынау не қылған төгілген өлең, мынандай өлеңді кім жазып жүрген деп шыдай алмай ең соңына қарасам, Мұқағали Мақатаев жаңа емхана пәленші жыл түнгі 12 деп бірдеме деп жазған екен. Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Бұл жалпы мен Мұқағалиді 2 рет көрдім. Тахауи Ахтановтың 50 жылдығы болды. Біздер жасаңдаумыз. Жаңағы шет жақтағы бір столда отыр едік. Ойбай, Мұқағали келе жатыр деп біреу сөйтіп. Бір заманда келді де, 2 қолын мен осылай отырған, 2 қолын артынан мен иығыма салып, тұр деп сөйтіп. Қарасам Мұқағали. Жұрттарда үн жоқ, жаңағы менің де мінезім оңып тұрған жоқ. Бұл екеуі төбелес болады екен енді деп ойлаған болу керек. Сосын тұрдым мен, ештеңе деген жоқ, тұрдым. Жүр деп сөйтіп, жүрдім. Қолынан жетектеп алып, жаңағы мынандай тамақ әкелетін аспазшылардың, солардың өтетін жеріне келіп, соларға тұрдым. Сосын не айтасыз аға деп сөйдедім. Шеңберден шығу керек бала деп сөйдеді. Осы сөзді, шеңберден шығу керек деген сөзді 3 рет айтты. Қайтадан қолынан жетектеп әкеліп орнына отырғызды да өзі кетіп қалды. Сол хат туралы көп әңгімелер болды. Мұқағали мен Фаризаның арасында не болды екен, анау екен, мынау екен деп сұрақ қояды жаңағы. Керемет махаббат болған сияқты. Мүмкін болса болған шығар ол кісінің тарапынан. Мен оны былай жақсы көретін, былай 3-4 рет көргенде осы бір ұялшақ бір балалар болады ғой, бір сөйтіп тұратын, бір жақсы көріп жүрсе, бір жақсы көргенін айта алмай жүретін. Сондай болып елестейтін маған. Ал енді мен ойлаймын, оларда бір менің қадірім өткендіктен, немесе менің бір ұлылығымнан емес, ол бір ішкі өзінің жан дүниесін
қозғаған нәрселердің бәрін айтқысы келді, өмірге айтқысы келді деп ойлаймын. Менің атым болмаса, оларда ең бір жақсылық көрсеткен, я болмаса бір керемет адамгершілік бір көрсеткен ештеңем жоқ. Бірақ ол кісінің маған арнаған өлеңі, маған бір әлгі мына прожектордың жарығын түсіргендей маған халықтың алдында сөйтті. Онда мені ақындық шығармашылық жолымның ашылуына бір себеп болды, халыққа таралуыма. Мені көп халық оқымайды жалпы. Бірен-сарандар болмаса көп оқымайды менің өлеңдерімді. Бірақ сонда да осы Мұқағалидың өлең арнағаны көп әсерін тигізді ғой деп ойлаймын. Бұл кісіде ішкі сырда, құпияда, ішкі түйсікте, санада басқа. Өнер адамында ішкі бір мұң болмаса, шығарма жазылмайды, шығарма тумайды. Жақсы көрім, елеген керемет ел. Халық алдында жүрген аяулы қыздың жалғыздығынан астар іздеп, сыр білуге құмартқандар аз болған жоқ. Бұл әрекеттер нәзік жүрек иесін қанша жаралағанымен, ол махаббат көгінде әуелей түсті. Сүйген жүрек мәңгілік адалдығы мен сезімін биіктетті. Жақсы көрген жігітім болған, сол бір авариядан қайтыс болды да. Содан кейін мен өте қатты ауырдым, сондай жан дүнием сондай. Біреуді жақсы көрсем, соны ұзақ уақыт жақсы көрем. Сондай айырылмаймын сол сезімнен. Ол мүмкін дұрыс емес шығар, бірақ мен өзім Алла Тағаланың жаратқан болмысын, табиғатым солай болса, оны қалай мен өзгертем. Өзімді өзім зорлағым келмейді, мысалы. Жасандылыққа табиғатым қарсы, жасанды жақсы көру, жасанды күлу. Фариза ақынды көпшілік жалғыз деп ойлайды. Шын мәнісінде өз ортасынан оқ бойы озып дара шыққан ақын жалғызсыраған жоқ. Дүниеге асықтай ұл әкелді. 45 жыл бойы жасырып келген жалғызын Фаризаны алғаш рет бүгінгі хабарда халқына таныстыруды жөн көрді. Айбар деген балам бар, асық 45-тен асып бара жатыр. Айбар деп қойған себебім, сол өзде Виллис Латис деген Латвияның бір жазушысы болды. Сын рыбака деген романы болды соның. Соны оқып, сонда басты кейіпкер Айбар деген. Ұлымен жазылады. Айбар емес, Айвар. Соны жақсы көріп, соны қойып едім. Менің осы жерде отырғанымда бәрі мамамның арқасы. Анамды шексіз жақсы көрем. Мамам 70-ші жылдары Алматыға көшіп кетті де, мен әжемнің қолында тәрбиелендім. Әжеміз болатын, әже демейміз, мама деп айтатынбыз. Менің мамамды папа деп айтатын. Папа дейтіні мамамның ағасының үлкен баласы ол Асқар деген. Сол апа деген сөзге тілі келмей, папа деп кеткен. Сосын Әбіш ағамның үйінде Клара апа сосын айтатын ғой, бізде үйде Әбішті тәте дейді де, Фариданы папа деп айтады деп. Сөйтіп көретін Клара апамыз. Сосын 76-шы жылы әжеміз дүниеден өткеннен кейін, мен бір жылдан кейін мамам мен қасына Алматыға алып кетті де, жалғыз ұл болуға кішкене еркелетеді. Адамды көп нәрседен құтқаратын нәрсе ана болу деген. Балалы болу деген. Бұл адамды көп нәрседен, жаңағы көп нашар қылықтан, не болмаса бір жаманшылықтардан, солардан ада етіп, адамды тазалайтын, адамның жан дүниесін сондай процесс. Ол Алла Тағаланың берген сондай қасиеті ғой деп ойлаймын. Әлі күнге дейін менің алдымда бала сияқты. Бөлек таяқ жегенім бар. Кішкентай кезімізде киноға барып, ол кезде орталық парк бар ғой, демалатын Алматыда. Соған барып, бір орыс балалар тиісіп бізге. Сосын біз мынаққа
шомыламыз деп кеткенде қасымыздағы бір баладан парк киноға кіретін ақшамыз алып қойыпты. Сосын біз жақсы біз сендерге көрсетеміз деп сол жерде бір танитын балаларды жинап алдық та күтіп отырдық. Қасымға шыққан кезде сосын өшімізді аламыз деп. Сосын сол кезде мама қайдан келдің деп, мен кинодан келдім айта салдым да. Қасымдағы балалардың енді бәріміз бір жерде тұрғасын, әке-шеше бәрі таниды ғой. Ана бала айтып қойыпты. Не болған, қалай істеген. Сосын маған сол кезде ұрысқан. Сен неге расында айтпайсың деп. Қандай болса да мен айналамда жүретін адамдарға ылғи айтып, сендер маған өтірік айттыңдар. Қазақстанның халқының бәрі қорқады ғой деймін, кішкене шатақ несі барды, бірақ мамамның несі тек кішкентай балалармен алдауға болады. Мамам кішкене жұмыстан шаршап, кішкене етіп қалса, біз есіктің алдына шыққанда әйнтаны қойып қоямыз. Осы әйнтаны көргенде оның бәрі шаршағаны кетіп қалатын еді. Әжемнің қасында ылғи ұйықтатын едім. Сол жатардың алдында, ұйықтардың алдында маған көп күн сайын ертегілері болсын, бір қызықты әңгімелері болсын, маған сол айтып тұрған. Мен тұрмысқа шықсам да, әжеме күн сайын келіп тұрамын. Себебі бір-бірімізді сағынамыз. Астанада бір топ немерелер тұрады. Сондықтан біз жиі әжеміздің үйімізде жиналамыз. Дастарханның алдында күлімсіреп, әңгімелесіп отырғанымызды шахыма ұнатады. Біз бірге шахмат ойнаймыз, қыдырамыз. Далаға барсақ, жұрттар онымен амандасады. Мен соны көріп өте мақтанамын. Бізге сүйкімді адам. Біз оны жақсы көреміз. Мырза, маған бәрін алып береді. Ол мені жақсы көреді, мен және оны жақсы көремін. Ол бізге мектепке келген кезде мұғалімдерден сұрайды, қалай сабақ бересің деп. Менің балам қалай оқиды. Мен 5-тен 4-ке оқимын. Әдебиет пен қазақтың 5, өйткені менің әжем Фаризаң барсын оқиды. Балаға қатал бола алмаймын. Мен неде болса тек деген істеп, соның алдында жорғалап, жаңағы ат бол десе ат болып, түйе бол десе түйе болып, сол кілемнің үстінде жорғалап жүруге әзірмін, баланың бетіне қақпаймын. Бұрын мен өзім еркелеу болып өстім, баланың кішісі болып, жаңағы. Әкем ерте қайтыс болған, мен анамның өзі мықты адам болатын еді. Мені жұмсамай, жаңағы мал сауғызбай, еркелетіп өсірді. Бірақ енді өзі адам өзі есейгесін тамақ пісіруге, баланы қарауға, кір жууға деген сияқты. Осындайға мені жұрттар ойлайды, жаңағы. Ой, бір жүрген өлең жазып қойып тек жүре беретін шығар деп, мен үйде тамақты да өзім пісіремін, жаңағы етті де өзім асам, қуырдақты да өзім жасаймын деген сияқты. Бірақ мына манты сол сияқты сондай пельмени деймін, бір заттарды жасай алмаймын. Мен тек қана қазақы тамақтарды жақсы көремін. Қайда барсам да ол мамамның дайындағандай бешбармақ еш жерде жеген емес. Спортты жақсы көретінмін әуелде. Коньки тебетінмін. Шаңғы жоқ, біздің жақта шаңғы теппейді. Коньки тебетінмін. Сосын бильярд ойнаймын. Сосын стол теннисін ойнайтынмын. Аққұмның бір қызы барын қаратты деп басталатын. Жаныма жақын Аққұм, Ахмет Байтұрсыновтың әні көрінеді бұл. Мен құмды жерде өстім, шағыл дейді ғой, шағыл. Сол мына шағыл мен жүріп келе жатқанда ізің қалады шағылда. Сосын артынан сәл жел тұрса, жаңа ізіңді бітеп тастайды. Жоқ, із жоқ. Шөлейтпіз ғой енді қай жерде де. Сонда өзім армандаймын. Армандайтын себебім анам жаңағы суыз деп кетеді, ішетін суыз деп. Құмның арасындағы сүзілген су тұщы болады екен. Сондай құдықтан су алып, соны бөшкелерге құйып, жаңағы ат шанамен, ат арбамен, түйе арбамен сонымен алып келіп, соны ауыз суды солай ішеді. Соның бәрі менің жүрегімді ауыртады. Мынау керемет бейнет, жаңағы желі бар,
салқыны бар. Сонда мен кешке жатқанда анамның қасына жатып, соны көзімді жұмып алып, ойлаймын, осы жердің барлығын су, дария су етсем деп. Сондай маман болсам, адамдарды сондай суға бір зәру етпей, сондай бір молшылық заман жасасам деп армандап жатыр. Өзім бір сондай корабльге мініп, сон үлкен дарияның бетінде келе жатам, жаңағы біздің ауылдың адамдары анандай жағалауда бәрі тұрып, жаңағы жеңгелер, апайлар, жаңағы аналарымыз жаулықтарын алып, орамалдарын бұлғап, маған жаңағы риза болып тұрған сияқты. Сонда айналаның бәрі көкорай шалғын, дария сондайды көзіме елестетем. Әкемді мен білмеймін, 1 жасқа толар толмаста қайтыс болған. Анамның қолында ұл баласы жаңағы 2. Үлкен қызы тұрмыста болған, одан кіші мұғалім 21 жастағы қызы тұрмысқа шығайын деп отырған жерде, оны мен көрдім өзім, есімде. Сонда қайтыс болды. 10 класс оқып жүрген ағайым сол қайтыс болды, ауырмай сырқамай. Енді ананың жағдайы белгілі ғой, енді жылайды отырады үйде. Ең кішкентаймын. Енді тағы бір кіші ағам бар, ол оқуда қалада. Соны мен ойлаймын, жаңа қалай осы анамның жылағанын қалай тоқтатсам екен деп. Сондай жүрегім ауырып, жаным ашып. Батырлар жыры деген кітапты аламдар, жаңағы сол айқайлап оқимын. Әлі мектепке барған жоқпын сонда. Сонда ойым мамамды алаңдату үшін. Анам сонда көзінің жасын тиіп, маған құлағын салып, жақсы көріп отырады. Жаңағы оқығанымна сүйсініп. Соған біздің үйдегі сондай қайғы қасірет, жаңағы трагедия. Соны мені сондай жағдай әдебиетке жаңағы кітап оқуға, соған ұмтылдырды ғой деп ойлаймын. Кітап оқу енді біздің ең басты, әйтеуір ата-анадан кейінгі бізге тәрбие берген сол көркем әдебиет деп ойлаймын біздің ұрпаққа. Өзім осы заманда туғаныма, қазақ деген халықтың перзенті болып өмірге келгеніме ешқашан өкінген емеспін. Қандай деңгейде болса да, қандай жетім жесір болып өссек те, қандай жоқшылықта өссек те, мен осы өзімнің халқымды жақсы көрем. Жалпы өнерде жүрген адам үшін ақын болу әйелге, тұлға болып елін мойындату, онан кейін үлкен әулетке ана болу, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Ол Алланың ол кісіге берген ерекше тағдыры. Фариза сондай биіктікте, Фариза апайды апа деп, Фариза апайдың жанынан табылғанымызға маңайында жүрген қыздар, біз өзімізді сол кісінің дидарын көргенімізге, сол кісімен сырлас болғанымызға бақытты санаймыз. Соңғы кезде өлең жазбай жүрмін. Өлең жазбай жүрген себебім біраз нәрсені махаббат жөнінде болсын, мынау отан, ұлт мәселесі, намыс, ар деген сияқты. Осылардың барлығы менің шығармаларымда өзінің орнының деңгейінде айтылды деп ойлаймын. Енді бір өлең жазатын болса, оны жаңа бір қырдан жазу керек деп ойлаймын. Адамның бәрін таңғалдыратындай бір басқаша бір ерекшелікпен жазу керек. Қара сөз жазғым келеді, қара сөз жазған, Лазиз Жамалдарға жазған очерктерім бар, эсселерім бар, соларды жақында кітап етіп шығардым. Енді бір қадам баспаған жерім бұл мына драматургия. Осы бір драма жазғым келеді, бірақ сол қолымнан келмейді. Мен алыста, ауылда өстім, жаңағы театрдан қашық жерде өстім, өмірдің өзі театр болғанменен, соған миым жетпей жүр, соны бір дүние жазғым келеді, бірақ әлі соны қолым жетпей жүр. Кемелдікке жеткен талант иесінен оқырмандары жанды қарпаған отты өлең мен терең ойлы драмаларын күтетіні сөзсіз.
Себебі ел білетін Фариза Оңғарсынова да орасан ойда, қуатта, сөз маржаны да жетерлік. Бірақ бұл басқа әңгіме.